Күн ұзаққа жаңбыр жауып тұр. Алқада бүгін соңғы қоңырау. Алқаға барсам ба, бармасам ба деп ойланып отырмын деп чатқа жазсам, Шекер ханым, Нұргүл, алқаға кел қалқатай депті. Енді қарасам, Күләш ханым былай деп жалғап қойыпты. Білегіңді сыбанып, тұма түгел келді деп, біз тұрайық қуанып депті. Құйса да жаңбыр нөсерлетіп, қалмай қалқадан, барамыз алқаға деп Нұргүлсім ханым автобуста бара жатып сәлем жолдапты. Мен сіздерден қалам ба? Жиылып алдым әмәнда, жауын шашынға қарамай автобуспен барам да деп, тез жиналып алқаға мен де тарттым. Жолда автобуста телефонға қарасам, алқадан шығып дабырлап, концертке барамыз жарқылдап деп, Майра ханым алқадан соң концертке баратынымызды еске түсіріп қойыпты. Үйімнен алқаға дейін талай жер. Телефонға кіріп алғам. Енді Нұргүлсім ханым жазып жатыр. Суық соғады бетіңнен, сабайды арқадан, сонда да келемін ентігіп сағынып алқама депті. Оны мен бұлай жалғап қойдым. Соқса да беттен тамшылар, алқаға деген махаббат, сүйікті ортаңа тез жет деп, арқамыздан қамшылар деп, қайым айтыспен алқаға әдемі бір көңіл күйде жеттік. Биылғы жыл қорытындысы 19 ғасырдағы мәдени майдан лекциясымен басталды. Мәдени майдан жайлы бірнеше ғасырды қамтыған ғаламат лекция танымымызды кеңейтті. Ол лекцияны Инстаграмда Алға клуб парақшасынан тыңдай аласыздар. Екінші бөлімде жыл қорытындысы болды. Түрлі номинацияларға жіктеліп, жүлдегерлер анықталды. Біздің тұма әжелері де құралақан қалған жоқ. Тұма әжелері ұйым құрып, шамаларына қарай мәдени майданда ат салысқаны үшін және алқа жайлы өз ойларын білдірген пост үшін жүлдеге ие болды. Жүлдеміз театрға билет. Біз үшін ол қуанышты жай. Сонымен биылғы оқу жылында аяқтадық. Ақтаңдақ болып қалған тарихымызды жаңғыртқан лектор Саят Ыбырайға алғысымыз шексіз. Соңғы қоңырауды ұйымдастырған жастарымызға да көп рахмет. Келесі оқу жылында амандықпен жүздескенше сау саламат болайық.